Қайырлы күн, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Ақша мен абыройды ақиқат пен адамдықтан жоғары қойған танымалды тұлғалардың арасындағы даудамай созылғанына бір аптаның көлемі болды. Сырттан бақылап отырып үнсіз қалғаным жарамас дедім. Себебі қолына Құдайдан қасиет қонған Бағдагүл ханымның ақиқатына, сынына, ақша мен атағын пайдаланып отырған қазақтың қос бикешіне айтарым бар. Ата бабамыз ұлтымызды жаудан әруақтар қолдасын деп қорғаған болатын. Сіздердің қолдарыңызға атақ пен абырой ақшаның арқасында бітсе, Бағдагүлдің қолына Құдайдан келген қасиет арқылы бітіп отыр. Сондықтан Құдайдан қонған қасиеті бар Бағдагүл ханымның сынына мұншалықты әділетсіз соты бар Тоқаевтың жүйесімен күресіп жеңсеңіздер де, ақиқаты бар Құдайдың сотында жеңе алмайсыздар, қос бикеш. Иә, мен де сіздердің сұлулықтарыңызға тәнті болып жүрген жас буын ретінде 30 жылдан бері сіздердің бойларыңыздан ұлттық идеологиямызды, қазақилығымызды және де отбасылық құндылығымызды көре алған жоқпын. Бағдагүл ханымның айтып отырғаны ақиқат. Сіздер танымалды тұлғасыздар. Сіздер қазақтың жас буындарына, тәрбиесіне, ұлттық идеологиясына, салт дәстүріне, мәдениетіне, отбасылы құндылықтарына үлкен әсер ететіндей, ете алатындай танымалды тұлғасыздар. Әрине, қазақ тілде сөйлеңіздер, отбасылық құндылықтарыңызды сақтаңыздар, ұлттық идеологияны сақтаңыздар. Менің көргенім жас буын ретінде танымалды сұлу бикештер 30 жылдан бері сіздердің бойларыңыздан көргенім, я етек жеңді ашу, отбасылық құндылықты жою және қазақ тілімізді жоюды көріп келіп отырмын. Халықтан сыйды алғанда көтере алдыңдар ма, енді халықтың сынын да көтеруге міндеттісіңдер. Қалтасында ақшасы, қоғамында абыройы бар қазақтың танымалды тұлғалары. Бұл өмірде ақша мен абыроймен балқып шалқып өмір сүрсеңіздер, кейінгі өмірде ақиқатпен өмір сүресіздер. Сондықтан бұл қазақ әруағы бар қазақ. Қолына қасиет қонған, әруақтары сөйлетіп отырған ақиқатшыл Бағдагүл ханымның іс-әрекетін келеке мазаққа айналдыруға сіз екі қос бикештің ешқандай құқы жоқ. Мен де айтар едім, мен сіздердің бойларыңыздан ұлттық идеологияны көрген жоқпын, қазақилықты көрген жоқпын. Неге ауыздарыңа қазақ тілі симайды? Сөйлеңдер, отбасылық құндылықты көрсетіңдер. Себебі сендер қазақ жастарына үлкен әсер ететін танымалды тұлғасыңдар. Танымалдылықтарыңды қазақтың қоғамына кері әсер ету үшін пайдаланбаңыздар. Пайдаланып келдіңіздер. Ендігі кезек ол іс-әрекеттеріңізді тоқтатуды талап етеміз. Себебі біз ұлттық идеологиямызды, қазақтығымызды және отбасылық құндылықтарымызды сақтауға міндеттіміз. Бағдагүл ханымнан қолдарыңызды тартыңыздар. Ақша мен атақпен соттан жеңетін шығарсыздар, бірақ ақиқатпен Құдайдың алдындағы соттан жеңе алмайсыңдар, қос бикеш.